негізгі сұрақтардың бірі Финляндия жақсы ма, Англия жақсы ма деген сияқты сұрақтар қойылып жатыр. Меніңше тым орынсыз, өйткені Англия бұл бөлек мемлекет, Финляндия бөлек мемлекет. Олардың валютасының өзі екі түрлі, фунт стерлинг сәл қымбаттау, евро кішірек. Және де Англияда 6 ай жұмыс істейсіз, Финляндияда 3 ай, ол 3 айдың сіз толығымен жұмыс істейтініңіз тағы да беймәлім. 2 айда жұмыс бітіп қалуы мүмкін деген сияқты. Англияда да 6 айға виза берілгенмен 4-5 айда жұмыс бітсе, сіз ферма сізбен қош айтысатыны бәрімізге мәлім. Жалпы өзіме Финляндияның Англиядан артықшылығы, ол ешкім сізді асықтырмайтынында. Ақша өзіңіз үшін керек, сондықтан сіз неғұрлым тез жұмыс істеңіз, өзіңіз үшін ғана. Ешкім сізді тексермейді, ешкім сізді қумайды, шұқымайды. Тек біздің фермада ондай болды, басқа фермалар туралы айта алмаймын. Сондықтан бір релакс және жұмыс болды Финляндияда шынымен. Ал Англияның темпі сәл басқаша. Ол жақта тек қана объем, таргет, тез, вайзерлар болады, ушу. Енді Англия бұл алпауыт мемлекет, алпауыт фермалар, жаңағы гектар жерлер, сондықтан мына жақта 30 адам, ана жақта 300 адам жұмыс істейді, сондықтан ол екеуі бір-бірімен мүлде салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Бірақ тәжірибе үшін өте керемет мүмкіндік меніңше.